Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай жұмсақ, кез келген жастағы адам әзірлей алатын, бір жасағаннан шығатын дәмді кекстердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, аздап араластырып алатын боламыз. Үстінен шекерімізді салып, әппақ болғанша венчиктің көмегімен қозғайтын боламыз. Венчик болмаса, шанышқының көмегімен де жасай берсеңіз болады. Рецептінің толық нұсқасын төменгі описание бөлімінде қалдыратын боламын, сонда өтіп көрсеңіздер болады. Енді үстінен сүтімізді құйып, оны да бір келкі етіп араластырып аламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Енді үстінен өсімдік майын құйып, видеодағыдай біріккенше араластырамыз. Содан соң алдын ала өлшеп, електен өткізілген ұнымызға содамызды салып, араластырып, массамызға 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Массаны жақсылап араластырамыз, себебі арасында комочектер қалып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жақсылап араластыру қажет. Міне, менде орташа қою консистенция пайда болды. Енді табамызға кекстің формаларын орналастырып, массамызды формаларымызға 1-1,5 қасықтан құйып шығатын боламыз. Мендегі рецепт бойынша 20 кекстің салмасы шықты. Біз осылай кекстерімізді құйып болғанша пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Енді кекстарымызды пешімізге салып, толық қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, дәмді, тәтті кекстарымыз пісіп шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ариана. Алдағы уақытта дәмді рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көргіңіз келсе, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз.